Сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін осылай жаңа видео түсірем. Енді менде мод түсіргім келмей қалды. Әйтпесе мен Марсқа айналып кете жаздым. Марс. Сол ютуберға ұқсап кеттім. Болды, енді менен осылай Майнкрафттың құпияларын түсірейін дедім. Өйткені мен қазір түсірмей кеттім Майнкрафттың құпияларын. Ал міне достар, онда кеттік. Осындай бірінші құпия. Бұл құпияда осындай ұшатын редстоун. Иә достар, қараңыздар достар. Ол шынымен де ұшып тұр, қараңыздар. Ал оны жасау үшін бізге осындай команданы жазу керек. Біз ең кішкене үстіге көтерілеміз да, сосын соны чатқа жазамыз. Set block. Сосын мынандай какой-то символ. Сосын былай redstone wire. Енді біз оны қойсақ, осындай редстоун пайда болады. Давайте мен оны бұлай істеп көрейін. Істелемекен, мен оны істемеш жасап жүрмін. Мынау істеледі, қараңыздар бұлай. Қараңыздар, сигнал өтеді, нормально. Осындай бір күшті бірінші құпия. Бірақ онда оның жанына бір блок қойса, ол бұзылып қалады. Қазір біз сіздерге көрсетейін. Әне бұзылып қалады достар. Өкінішке орай онымен механизм жасай алмайсыздар ұшатын редстоунмен. Ал жарайды, онда біз келесі құпияға көшейік. Бұл секретный блокты сіздерге көрсеткен, бірақ оны разработчиктар обновлять етіпті. Я достар, әне. Енді бізде осындай новый секретный блоктар, қараңыздар. Енді осылай ол байерер сияқты, байер тілім келмей жатыр. Барьер сияқты енді ол осылай қолына ұстасан, ол көрінеді. Ол ден осылай жарық бет. Давайте менен түн қылып көрейін. Менде всегда түн дегенде тұрып қол. Қазір мен мынаны істеп көрейін. Соны өшіре салайын, всегда түн деген. Қайда? Всегда күн деген. Қайда ол? Қайда? Ол, кажется, жерде емес. Жарайды достар, бірақ менен бұл жерден кірмей-ақ бұлай жазасаса болады. Давайте мен жазайын. Time set night. Міне достар, осылай ол жарықтар береді. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мынау ең жарығы. Ал мынау кішкене жарық. Мынау вообще жарық емес. Ал ол үшін ол құпия блокты алу үшін бізге мынандай команданы жазу керек. Бұлай қазір мен жазайын. Div _p сосын light block. Сосын бұлай бір дейміз да, сосын жарығының күшін жазам. Максимально 15, мен 15 деп жазайын. Сосын бізде осындай пайда болады. Сосын біз осылай карталарымызға жарықтар қойса болады. Осындай бір көрінбейтін жарық блок күшті. Ал онда біз келесі құпияға көшейік. Келесі құпия енді осы. Бұл вечный двигатель. Достар, осындай Майнкрафтта ең кішкентай вечный двигатель. Оны жасау өте оңай. Бізге ден екеуі зат керек. Еще бұл ден 4-2 ғой, сондай кішкентай. Ол үшін бізге ден аны екеуін біріне қаратып қой керек. Енді онаны біз қоямыз. Болды, әне достар, бізде осындай вечный двигатель пайда болды. Оны ден бір механизмдарға қолданса болады. Ал жарайды. Қысқа 35 секунд құпия болды. Онда келесі құпияға көшейік. Ал онда міне. Адамдардың көбісі бұл қара түсті новый стеклоны неге қалай қолданатын білмейді. Оны бұлай қолданады екен. Әне, оны жерге бір жанатын блок, сосын осылай қоямыз. Ал ол жарығы түспейді. Қазір мен сіздерге түн қылып көрсетейін. Бұл жерге түсеміз. Time сосын set night. Түн қылып көрсетейін.
мына жерге кішкене ғана жарық өтеді, мына жерге өтеді, бәрі. Не? Негіз олдай мына жерге дейін өту керек, бірақ анау кедергі жасап тұр. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Ал, қалай? Міне, біз оны қазір қойып көрейік. Міне. А онда оны былай жауып тастаса не болады екен? Қазір мен оны жауып тастап көрейін. Мәссаған, ешқайдан жарық түспейді. Иә, достар, осындай бір күшті осындай жарық өткізбейтін әйнек. Мұна басқа да жанатын блоктарды солай істесе болады. Ал жарайды, достар, онда біз келесі құпияға көшейік. Міне, достар, енді бұл осындай келесі құпия. Бұл құпия өте күшті. Я, достар, ол үшін бізге осындай қара түсті тонированный әйнек керек. Сосын біз выживанияға өтеміз. Енді бізден осыны сындырсақ, олден өзі алынады. Я, достар, ол осындай жалғыз әйнек. Оны сындырса, ол жоқ болып кетпейтін. Осындай бір ерекше блок Майнкрафттағы. Қараңыздар. Сіздер тексеріп көріңіз Майнкрафтта бұл құпияны. Ал онда біз келесі құпияға көшейік, достар. Міне, достар, енді бұл осындай 6-шы құпия. Міне, енді біз ода шатын табличкалы жасаймыз. Я, достар, осындай бір күшті бір түрлі. Бірақ оның жанына бір блок қойса, ол бұзылып қалады міндетті түрде. Білмеймін неге. Ол үшін оны қою үшін бізге осылай команда керек. Мен қазір жазайын. Set блок. Сосын мынандай бір заттар. Сосын қалай еді? Wall sign. Міне, достар, ол осылай пайда болады. Ана астында таяғын бар жасау үшін бізге ол үшін бұлай жазу керек. Кішкене басқаша. Қазір мен жазайын. Set блок. Сосын не деп жазу керек еді? Standing sign. Не, достар, сол үшін содан кейін бізде астында таяғысы бар, шатын қалай еді? Табличка пайда болады. Ал жарайды, онысы құпия ұнаса, онда біз келесі құпияға көшейік, достар. Міне, достар, бұл 7-ші құпия. 7-ші құпия қайда десеңдер, бұл аспанда. Я, достар, осындай бір күшті құпия. Бұл енді осындай соңғы құпиясы, осы менің видеомның. Ол құпияда біздеден осындай бір күшті заттар. Бізге ол үшін осындай биіктен лодқа отыру керек, сосын выживанияға кіру керек. Қазір мен шығып алайын. Продолжить игру. Енді біз осындай биіктіктен құласақ, біз өлмейміз. Я, достар, қазір мен сіздерге көрсетейін. Қараңыз. Біз өлмедік. Я, осындай бір ең керемет осындай құпия Майнкрафттың. Қараңыздар, бірде-бір урон алмадық. Мен давайте тағы да істеп көрейін. Қайдан ол? Қазір біз бұлай шығып алайық. Енді мен сіздерге вагонетканы көрсетейін. Мен оны тексеріп көрмедім, ол істейме әлде істемейме. Қазір мен көрейін. Бізге ол үшін оған отырып алу керек. Сосын выживанияға кіру керек. Міне осындай. Қазір мен продолжить игру. Ей, құласай. Начата құламайды, достар. Онда мұнаны сындыру керек шығар, я? Мен қазір поездың жолын сындырып көрейін. Мүмкін ол содан шығар. Ай, достар. Айбай! Ал, міне, достар, менен құлақ қалдым. Осындай бір керемет видео болды. Чөтті ана вагонетка дейін ең шетінде тұрса да құламайды, ал жарайды. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, коммент қалдырыңыздар, және осы құпияларды да сіздер тексеріп көріңіздер. Онда сау болыңыздар, достар.